Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін тауық етінен өте дәмді осындай тіске басар дайындайтын боламыз. Дәмі деген енді бомба күшті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдегілердің барлығына қатты ұнады. Ендеше бірге жасайтын боламыз. Бізге тауық еті қажет. Осылай тауықтың аяқтарын суға салып пісіретін боламыз. Толықтай пісуі қажет. Енді картоптарымызды жуып тазалап, видеода көрсетілгендей бірнеше бөлшектерге бөліп аламыз. Осылай бөлсеңіздер тез-тез пісетін болады. Енді су құйып, газға қоятын боламыз. Кішкене тұзымызды салып, бетін жауып пісіретін боламыз. Картопымыз пісті. Енді барлығын бір ыдысқа салатын боламыз. Картоптың үстінен сары майымызды салып, жақсылап мыжып шығатын боламыз. Бізге пюре дайын болу қажет. Май қоспасаңыздар да болады. Жақсылап, толықтай осылай мыжып, араластырып алатын боламыз. Енді бізге сыр қажет. Мен эмир сырын қолдандым. Өте дәмді болып шығады. Сырымызды теркадан өткізіп қосатын боламыз. Енді тауық аяқтары пісті. Осылай сүйегінен етін ажыратып алатын боламыз. Сүйектерін тастамай бөлек алып қоясыздар. Енді өте майда ет турайтын боламыз. Майда қылып тураған дұрыс. Осылай барлығын бірдей етіп турап алатын боламыз. Өте оңай дайындалады, бірақ дәмі деген өте керемет болып шықты. Енді тауық етін салатын боламыз. Дәміне қарай қара бұрыш және де тұзымды салдым. Енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Сырымызды, тауықтың етін, картоп толықтай араласу керек. Тұзы, қара бұрышы жақсылап араластырып аласыздар. Кішкене бір-біріне бірігуі қажет. Дайын болды. Енді осылай сүйегімізге мыжып видеода көрсетілгенде жасайтын боламыз. Қаттырақ басып біріктіріп аласыздар. Сүйегі тура ортасында тұруы қажет. Өте оңай дайындалады. Осылай түсіп кетпеу үшін жақсылап біріктіріп аласыздар. Барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Дайын болды. Барлығын солай жасап шықтық. Енді бөлек ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Егер көбірек жасасаңыздар, тағы да жұмыртқа қоса бересіздер. Енді осылай сұйық қылып араластырып алатын боламыз. Және де бізге панированный сухари, ұн және де жұмыртқа қажет. Барлығын осылай тарелкаға салып дайындап аласыздар. Бірінші тауықтың етін осылай ұнға батырамыз. Содан соң жұмыртқамызға саламыз. Біз сүйегін айналдырып шығарып алмаңыздар. Жай-жай дайындайсыздар айналдырып. Ең соңында осылай панированный сухариге батырасыздар. Жетпей қалған жерлеріне қолмен сепсеңіздер болады. Барлығын осылай қайталап жасай бересіздер. Алдын ала табаларыңызды қыздырып, май құйып дайындап қойыңыздар. Өте оңай, қарапайым дайындалады. Енді қызып тұрған майымызға салып, 1 минуттай қуырып алатын боламыз. Іші толықтай піскен, тек қана сыртын қызартып қуырып алсаңыздар жеткілікті. Осылай екінші бетіне аударамыз. Ешқандай да майлы болмайды, өте дәмді болып шықты. Осылай қызартып пісіріп аламыз. Қалғандарында дәл солай жасап шықтым.
кез келген панированный сухари қолдана бересіздер. Менің каналымда көптеген рецепттер бар, сол үшін тіркеліп алыңыздар. Осылай пісті, қызарып, әдемі болып, ешқандай да шашырап, бөлініп кетпейді. Ең басты жақсылап біріктіріп алсаңыздар болды сүйегіне. Осылай әдемі болып пісіп шықты. Тауық аяқтары осылай дәмді болып шықты. Видеоны аса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Кетчуппен, сырный соуспен ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз.